калькуляторда қараған кезде ең алдымен DEC кнопкасы немесе үстінде DMS кнопкасы, яғни осы кнопка болуын қарайсыздар. Яғни мына калькуляторда менде мында тұр, және екінші калькуляторда DMS кнопкасы менде бар. Осы екеуін барын қараймыз. Енді қолданған кезде қазір қосайық. Қосқан кезде есеп шығарудың алдында сіздерде DEC режимі тұрғанына қарауыңыз керек. Егер де DEC режимі емес басқа режимде тұрса, оны мына кнопка арқылы, DRG кнопкасы арқылы DEC-қа келтіріп аламыз. Екінші калькулятор. Бұнда да DEC режимі қосылып тұр. Егер де DEC режимі жоқ болса, DRG кнопкасын баса отырып, керек DEC-ке бас. DEC-ті таңдап аламыз. Енді бұнда градус, минут, секундтамен қалай жұмыс жасаймыз. Мысалға мен мына жерде есеп қарастырып қойдым. Бірінші мына есеп шығарайық. 75 градус 7 минут 48 секундқа қосылу 45 градус 12 минут 44 секунд. Енді градус минут секунд мұнда қалай тереміз. 75 градус, яғни 75 градусты бірінші енгіземіз. 75 градус. Градустан кейін нүкте қойылады. Одан кейін 0,7 минут 42 секунд. Яғни минут секунд терген кезде 2 сан тергір. Егер де 7 минут берген болса 0,7. 8 минут болса 0,8 деп жазылуыңыз керек. Және минут секундқа осылай жазылады. Яғни градустан кейін нүкте қойылады. Сосын минут секунд жазылады. Осыдан кейін арғарта есептеу үшін біз бұны градусқа, толықтай градусқа айналдырамыз. Ол үшін бізге DEC кнопкасы керек, яғни DEC батырмасын басамыз. Яғни градусқа айналғанда мынандай сан шықты. Енді осыған қосу керек. 42 градус 12 минут 44 секунд, яғни қосу батырмасын басамыз. Плюс келесі 45 градус нүкте 12 минут 44 секунд. Яғни 42 градустан кейін нүкте қоямыз, одан кейін 12 минут 44 секунд жазылады. Тағы да DEC кнопкасын басамыз. Сосын тең, яғни қосуды есептеуіміз керек. Мынандай жауап шықты. Енді осыны градус минут секундқа айналдыру үшін біз 2 NDF батырмасын басуымыз керек. Яғни не бастым? Басқан кезде калькулятордың сол жақ жоғарғы бұрышында шығады. Сосын D кнопкасын басамыз. Яғни жауап 120 градус 20 минут 26 секунд шықты. Және 00 миллисекунд. Сонда жауап мұнда бізде бұлай болады. 120 градус 20 минут 26 секунд шықты. Енді дәл осы есепті екінші калькулятордан шығарып көрейік. Яғни бұл жерде 75 градус. Бұл калькуляторда градус минуты секундты жазуға болады. Яғни ол үшін біз DMS кнопкасын басамыз. Мына жерде бірінші тұрған бізде градус. Градуста тұр, астында сызықша. Enterға басып, градустан таңдаймыз. 0,7, яғни 0,7 жазып, DMS-қа басып, минуттың белгісін таңдаймыз. 42 секунд, 42 DMS секунд. Плюс 45 градус 12 секунд және 12 минут 44 секунд. Яғни бәрін теріп алдым. Және де Enterға басамыз, чтобы есептеу үшін. Жауабы яғни бізде мынандай жауап алдық, 20 минут 120 бүтін 34 05 56 деген.
яғни бұл бізде градуста шығып тұр. Енді бұны градус минутқа секунд қайнап отыр үшін жауабын қайтадан DMS деген кнопканың батырмасын басып DMS дегенге келдіріп алып, соны таңдаймыз. Enterға қайта басамыз. Сонда жауабымыз градус минут секундмен шықты. 120 градус, 20 минут, 26 секунд. Міне жаңа біздің бірінші калькуляторда шығарған 120 градус, 20 минут, 26 секунд. Осылай градус минут секундтар қосып, азайтуға болады. Келесі енді осы инженерлік калькуляторда қалай синус косинустармен қалай жұмыс жасайтынын ары қаратай қарастырамыз. Мысалға 14,5-ті көбейту косинус 6 градус 25 минут. Яғни осыны қалай есептейтінін қарастырамыз. Так. Ең бірінші біз бірінші калькулятор есептеген кезде косинусын есептеп аламыз бірінші. Яғни жазамыз 6 градус 25 минут 0,0 секунд, секунд жазадық. Енді осыны градус қайнатырамыз, яғни дек батырмасын басып, сосын ары қарай қажетті функциямызды табамыз. Яғни бізде косинус керек, яғни косинусқа ғана басамыз. Яғни 0,99, 37, 36, 452 шықты. Яғни бұл 6 градус 25 минуттың косинусы. Енді бұны көбейтеміз. 14 бүтін 15. Яғни жай санға көбейтіп жатырмыз. Тең. Бізде мынандай жауап шықты. Енді екінші калькулятормен дәл солай соны есептеп көрейік. Яғни бұл жерде бірінші косинусты басамыз екінші калькуляторда. Сосын керекті мәнді жазамыз, яғни скобканың ішіне 6 градус 25 минут. Осыны көбейту 14,15 тең. Яғни жауабы екеуде де бірдей шықты. Осылай біз табамыз, мысалға. Енді косинус 6 минут, мысалы сіздерде мысалға қанша дейік? Мысалға 45 минут. Былай жазып қояйын. 45 минут 45 градус 16 минут 30 секунд. Осының тангенсін тауып, және арт тангенсін тауып есептеп көрейік. Яғни бірінші калькуляторда 45,16 30 декті басамыз, сосын тангенс. Яғни тангенсі бізде 1,009 64 56 81 шықты. Енді осыны қайтадан арт тангенсін тауып, және мына градусты шығару үшін біз 2 ндф кнопканы басамыз. Тангенс. Бұл бізде градуста шығып тұр. Енді бұл градус минутқа секундта айналдыру үшін 2 ндф декке басамыз. Яғни 45 градус 16 минут 30 секунд шықты. Яғни біз 45 градус 16 минут 30 секундта тангенс тауып, керісінше арт тангенс тауып, қайтадан градусын шығардық. Енді екінші калькуляторда дәл соны жасап көрейік. Бұл жерде тангенс 45 градус 16 минут және 30 секунд тең. Міне шықты біздің жауабымыз 64 56 81. Бұл жерде арт тангенсті табу үшін бірінші 2 ндф батырмасын басамыз. Яғни 2 ндф батырмасын басқан кезде бізде ана бұрышта шығады 2 ндф.
2 ндф тангенс және де жаңа шыққан 1,009 64 56 81 тең. Не бізде жаңа градуспен шығып тұр. Енді бұны градус, минут, секунд қайнап отыру үшін ДМС батырмасын басып, мұнда ДМС-ті таңдап аламыз. 45 градус 16 минут 30 секунд шықты.